Федор Достоевский. Жинаят һәм жаза. Жинаят һәм жаза 1865-1866 жылларда Достоевский тарапынан жазылған социалдық философиялық роман. Дәслеп 1866 жылда Русский вестник журналында баспадан шыққан. Бір жыл өткеннен кейін өз алдына баспадан шыққан. Журнал құрамымен бөлгенде оның түзілісі біраз өзгертілген. Шығармада жаһан әдеби жағдайына жүдә үлкен тәсір көрсеткен. Романда студент Родион Романович Раскольников тарапынан ісленген жинаят һәм оның ақыбетлері хақында баян етеді. Жастар істері агентлігі Федор Достоевскийдің «Жинаят һәм жаза» кітабын оқуды ұсыныс етеді.